Қайырлы күн оқушылар, бүгін дүниежүзі тарих пәні бойынша 5-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз ежелгі Қытай және ежелгі Үндістан мемлекеттері болмақ. Ал жоспар бойынша бастайық. Біріншіден қарастырамыз ежелгі Қытай мемлекеті, одан кейін екінші ежелгі династиялық кезеңдері, үшіншіден ежелгі Үндістан мемлекеті, төртіншіден Үндістанды бір мемлекет қылып біріктірген Маура династиясы, яғни империясын қарастыратын боламыз. Ал бастайық ары қарай. Ежелгі Қытай мемлекеті қалай пайда болды, қай жерде пайда болды? Ежелгі Қытай мемлекеті Хуанхэ мен Янзы бөлігінде орналасқан ұлы Қытай жазығын деп аталатын аймақта ең ежелгі мемлекет басталды. Яғни Қытай халқының негізі прото-сино-тибеттіктер болды. Ал Қытайды мекендеген этникалық тұрғындар қатарында индіктер де болғандығы. Ал индіктер бұл аймаққа біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта пайда болған дейді. Ал енді Қытай тарихын біз династиялық кезеңдерге бөлеміз. Қандай? Ал назарларыңызға Ся біріншісі, екіншісі Шань-ин империясы мемлекеті, үшіншіден Джоу, одан кейін Цин және Хан империялары, яғни династиялық кезеңдерін бөлеміз. Ал бастайық ары қарай. Ежелгі Қытай тарихының кезеңдерін, ал енді кезеңдер бойынша қарастырсақ, ең алғашқы кезеңі бұл алғашқы қауымдық құрылыс ыдырайды, ал нәтижесінде не болды? Әрине таптық қоғам болған кезде халық бөлшектеніп не пайда болады? Мемлекеттер. Ең ежелгі мемлекеттер Қытайда біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта қалыптасқандығы. Екіншіден, ежелгі Қытай тарихын 8 және 3-ші ғасыр деп бөлеміз. Келесі сатысы бұл Қытайдың алғашқы орталықтандырылған мемлекеті пайда болды. Ал бұл мемлекет тарихта Цин империясы деп аталды. Цин Шихуанди билеген. Төменде жеке тоқталамыз. Ары қарай жалғастырайық. Келесі Хан империясы келді. Цин империясынан кейінгі 3-ші және 1-ші ғасырды қамтиды. Келесі Хан империясы уақыт өте келе ыдырайды. Көшпелілердің соғыстарынан нәтижесіне кейінгі немесе Шығыс хан дейтін мемлекеттердің қалыптасқандығы. Ары қарай жалғастырайық. Ся династиясынан бастайық. Ся деген династия Қытай тарихында мифтік тұрғыда қалған. Яғни бұл мемлекет болған ба, болмаған ба деген сұрақты әлі ғалымдар ортаға салады. Ал Ся династиясы соңғы билеушісі қатыгез Ци тақтан құлағаннан кейін бұл мемлекет құлады. Ал оның орнына Шанин империясы династиясы келді. Яғни 16-шы ғасыр мен 11-ші ғасыр аралығында құралған болатын. Ал Шанин империясынан бізге не жетті? 3 негізгі жетістігін айта аламыз. Біріншіден, қола пайда болды. Қоланы не істеді олар? Игерді, қолданысқа жаратты. Екіншіден, Шанин кезінде қалалар пайда болды. Үшіншіден, жазуды меңгерген болатын. Сонымен қатар Шанин империясы кезінде Қытайдың әлеуметтік дамуы 15-ші ғасырдың ортасында деген жазбалар кездеседі. Ал Ин мемлекетінің ең жоғарғы гүлденген кезі Удин Ван деген император, мемлекет басшысы кезінде орнаған болатын. Ары қарай жалғастырайық. Джоу мемлекеті. Келесі 3-ші Джоу. Біздің заманымыздан бұрын 11-ші және 3-ші ғасырларды қамтитын мемлекет. Джоу деген тайпаның атауы. Солай есте сақтайыңыздар. Джоу мемлекеті біздің заманымыздан бұрын 1027 жылы Вэй өзені, картаға назар аударамыз. Вэй өзенінің бойында мекендеген Джоу тайпалары жоғарыдағы қандай болды? Шанин мемлекетін талқандап, оның орнына өз мемлекетін құрған болатын. Ал Джоу мемлекеті тарихтан несімен қалды? Әрине, әскери қуаттылығы бойынша ең жоғарғы мемлекет болды. Яғни ең алғаш рет әскердің негізгі соққы беретін күші әскери арбалар, соғыс арбаларының пайда болғандығын білдіреді. Әрі қолданысқа жаратқан. Келесі Джоу мемлекетіндегі құл иеленушіліктің дамуын қарастырайық. Құл иеленушілік кең тарала бастайды, яғни аристократтар тобы өздеріне кімді етеді? Құлдарды қолданысқа жаратады. Екінші, жерге жекеменшік пайда бола бастайды. Үшіншіден, темірді қолданысқа пайдалана алады. Яғни қоладан кейін темір келді міне Қытайға. Келесі, мемлекеттердің әлсірей бастайды. Яғни Шаньян, Джоу мемлекеттері бірінен кейін бірі келіп, мемлекеттер әлсірейді. Оған үлкен себеп болған әрине солтүстіктегі және батыстағы көшпелі тайпалар. Яғни соның нәтижесінен мемлекет не істеді? Құлдырап өмір сүруін тоқтатқан болатын. Ары қарай жалғастырайық.
келесі патшалықтарға бөлінеді. Бұл Қытай тарихында патшалықтарға бөліну деп аталды. Ал қалай? Яғни біздің заманымыздан бұрын 8 ғасырда бір-бірімен жауласқан патшалықтар пайда болды. Яғни Қытай тарихында бұл патшалықтар, картаға назар аударамыз, 7 түрлі түспен тұр. Яғни соғысушы 7 патшалық кезеңі деп тарихта қалған болатын. Ары қарай жалғастырайық. Көшпелілердің шабуылы, қараңыздар, қандай династия болмасын, оларды әлсірететін бір негізгі күш бар. Бұл әрине көшпелілер. Әрине кейін қарастырамыз, бұл көшпелі ғұн тайпалары. Одан да басқалы көшпелі тайпалар бар. Ары қарай, көшпелі тайпалар біздің заманымыздан бұрын 8 ғасырда ежелгі Қытай деректерінде қалай аталған? Ди деп аталған. Яғни ди деген барлық көшпелі атауларды ди деген сөзге сыйдырады. Біздің заманымыздан бұрын 7 ғасырда басында Ди Хуанхеде күш алып, Жоу астанасына жақын жердегі иеліктерді басып алған болатын. Ары қарай, келесі Қытай тарихындағы ең үлкен бір реформаның бірі бұл Шаньянь реформасы деп аталады. Яғни бұл билік еткен Шаньянь. Шаньянь біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырдың ортасында шағын Цин патшалығында экономикалық біреу, саяси, әскери күшеюіне ықпал еткен реформаларды жасады. Қандай реформаларды жасады? Ал қарайық. Шаньянь реформалары бірінші қауымдық меншіктің орнына жеке меншікті жер иеленуді орнатқан болатын. Екіншіден, әскери қызмет пен әскери жетістіктерді жоғары бағалады. Шеңберді, сол арқылы не істеді? Әскерилерді шабыттандырды. Үшіншіден, ал жер өңдеу мен тоқымашылықтарды да ынталандырды. Яғни олар не істейді? Экономикаға пайда түсіретіндігін Шаньянь білді. Келесі, төртінші, әскери жетістіктері жоқ, ақсүйектердің артықшылықтарын жойды. Келесі, ескі ру тайпалық бөлімнің орнына аумақтық қағидаға негізделген бір тұтас әкімшілік бөлімдерді бөлген болатын. Яғни аймақтарды аумақтарға бөлген болатын. Келесі, Шаньянь реформасынан кейін Цин империясы келді. Цин империясы біздің заманымыздан бұрын 221 және 207 жылдар аумағында қазіргі Қытайдағы орталықтандырған алғашқы мемлекет болды. Ал Цин мемлекеті біздің заманымыздан бұрын 246 жылы 13 жасар Ин Чжэн деп аталатын билеуші, міне, ол таққа келді. Ал бұл таққа келгеннен кейін көп өзгеріс жасады. Қандай? Біздің заманымыздан бұрын 221 жылы мемлекетті орталықтандырып, біріктіру процесін аяқтады бұл патша. 13 жасында, ойлаңыздаршы, 13 жасында өзін мұрагерлер үшін жаңа атақ шығарды. Бұл Хуанди деп аталды. Хуанди дегеніміз қазіргі император деген сөз. Яғни император мәртебесіне енгізді, ал Ин Чжэн деген атауды алып тастап, өзін жаңа патша деп жариялады. Яғни Цин Хуанди деген билеуші болды. Ал Цин Хуанди не істеді? Тұңғыш рет орталықтандырылған мемлекетті қалыптастырды. Екінші, картаға назар аударсақ, 36 әкімшілік аймаққа бөлінген өздерге бөлді. Яғни реформа жасады, қараңыздар. Қазіргі облыстар, аймақтар бар ғой, дәл осыған ұқсас. Цин империясында реформа жасаған болатын. Ары қарай жалғастырайық. Келесі Циннен кейін Хан династиясы келді. Хан династиясы кезінде қандай оқиғалар болды? Халық көтерілістері нәтижесінде көптеген өзгерістер болды. Ал Хан династиясын бастайық. Бұл династия Қытайда біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырдың соңы және біздің заманымыздың 3 ғасырына дейін билеген болатын. Ал Хан династиясының билігі кезінде елді император Уди басқарған болатын. Қараңыздар, жерде қандай реформалар, қандай өзгерістер болғандығы. Лоян, Чанван деген сияқты астаналары болды. Ал бұл империя әлсіреді. Оған себеп халық көтерілістері. Ван Ман көтерілісі немесе қызыл қастылар көтерілісі деген екі көтеріліс болды. Ван Ман деген қарапайым ғана адам, яғни біздің заманымыздан бұрын 9 жылы Ван Ман есімді адам өзін патша жариялап, билікті не істеді? Тартып алды. Император болды. Ең басты өзгерісі жер мен құлдарға сатуға тыйым салынды. Ойлаңызшы, үлкен жаңалық болды. Құл мен жерді сатуға тыйым салды. Бірақ аристократтар Ван Манды езіп не істеді? Ван Манға қарсылық көрсетіп, Ван Манды қиын жағдайға қалдырып, бұл заңды қайтарып тастады. Сөйтіп Ван Ман әлсіреді. Ван Манның билігі әлсірей түскенде, бұны пайдаланған халық
көтеріліске шықты. Бұл халық қызыл қастылар деп аталды. Қызыл қастылар көтерілісі біздің заманымыздың 18 жылы ірі халықтық бас көтеру болды тарихта. Көтерілісшілерді Фан Чун деген тұлға басқарғандығы. Ал Фан Чун 23 жылы көтерілісшілер Астананы басып алады. Ван Ман император болды ғой. Көтеріліс арқылы Ван Манды өлтіріп, халық не істеді? Мемлекетке үлкен қиындық тудырды. Ары қарай жалғастырайық. Ал енді хан династиясы көтерілістердің, көшпелілердің шабуылынан екіге бөлініп кетті. Кейінгі немесе шығыс хан деп атаймыз. Біздің заманымыздың 1 және 3 ғасырлар аралығында. Ал бұл кезде тағы бір көтеріліс болды. Қызыл қастылар болды. Кейінгісі сары орамалдылар көтерілісі деп тарихта қалды. Яғни қызыл қастылар көтерілісін талқандауға қатысқан Қытайдың әскер басшысы Лю Сю өзін император жариялап жіберді. Қараңыздар, Ван Маннан үйреніп тұр ғой бұл да. Астананы шығысқа Лоянға көшіреді. Ал Лоянды 184 жылы сары орамалдылар көтерілісі болып, қаланы басып алып, хан династиясын құлатты. Ойлаңыздаршы, қандай үлкен империяны халықтың көтерілісі құлатқан болатын. Келесі, ежелгі қытайлықтардан бізге не қалды? Яғни мәдени, тарихи жетістіктерін бастайық. Біріншіден, ең алғашқы қағаз, иероглифтік жазба қайда пайда болды? Ежелгі Қытайда. Келесі, тұспағар, яғни қазіргі тілмен компас пайда болады дейді. Үшіншіден, жібек, ұлы жібек жолы, жібек матасын, жібек құртынан пайда болғандығы. Оны көп жылдар бойы құпия сақтағандығы. Келесі, халық поэзиясы Шидзин пайда болғандығы. Ары қарай жалғастырайық. Ал енді ежелгі Үндістан мемлекетін бастайық. Ал енді ежелгі Үндістан өркениетінің бастауы Мохенджо-Даро, Хараппа деп аталатын аймақтардан басталды. Ал бұл тарихта өркениеттің ошағы деп қалды. Үнді өзенінің батыс аумағында біздің заманымыздан бұрын 6-7 мыңжылдықта халық Қытайдағы сияқты жер өңдеумен айналысады. Нәтижесінде халық көтеріле бастайды. Халық дамыды. Ал бұл жерде ең алғаш рет үнділер нені үйретті? Тілді қолға үйретті. Бұл олардың артықшылығы болды. Келесі, біздің заманымыздан бұрын 2 мыңжылдықтың басында Мохенджо-Даро мен Хараппа қалаларында Үнді өзенінің бойынан үлкен мәдениеттің ошағының басталғандығы. Әрі бұл жердегі тұрғындар, қаланың халқы, әлемде алғаш рет болып мақтаны игерді, тоқуды үйренді. Ойлаңыздар, біздің заманымыздан бұрын 2 мыңжылдықтың ортасында Үндістан ежелгі өркениеті жойылды. Ал қалай жойылды? Ал оған себеп ғалымдар әлі бір пікірге келген жоқ. Ал бір ғалымдар айтады, бұл өркениеттердің, үнді өркениетінің жойылуына себеп болған ариліктер дейді. Ал ари десе кім есімізге түседі? Ең ежелгі, қазіргі Гитлер есімізге түседі. Ал ол ари деген кімдер жалпы? Ари тайпалары Үндістанға қоныстануын бастайық. Ариліктер деген таза қандылар деп айтады өздерін. Ариліктер біздің заманымыздан бұрын 2 мыңжылдықтың ортасының соңында Үндістанның солтүстігіне арилер басып кірді. Картаға назар аударамыз. Яғни солтүстіктен арилер не істеді? Арилер Үндістандағы Хараппа, Мохенджо-Даро қалаларын, яғни үнді өркениетін жойып жіберді. Соғыс дейді. Яғни арилер бұл үнді еуропалық тіл семьясына жататын ең ежелгі халық болып табылады. Яғни картаға назар аударсақ, үнді өркениетін жоюшы ретінде қарастырған. Келесі, ведалық кезең дейді. Ал бұл қандай ведалық кезең? Яғни арилер билік еткен кезде біз атаймыз ведалық кезең деп. Веда деген сөздің мағынасы жалпы веда, ол туыстас дегенді мағынаны білдіреді. Әрі веда деген бұл діни әдебиеттегі ежелгі ескерткіштің атауы. Суретке назар аударамыз. Веда деген қасиетті кітап деп танылды. Үнді еуропалық отбасылар тобына жататын санскрит тілді арилік тіл деп те атайды. Әрі арилік көсемдер патша тайпалары, яғни тайпа көсемдері патша деп аталған. Келесі, ары қарай жалғастырайық. Үндістан мемлекетінің құрылуын қарастырайық енді.
Ежелгі үнді тарихының жаңа кезеңі Ганга үнді алабымен тығыз байланысты. Жоғарыда Қытай десек Янзы, Хуанхэ десек, ал қос өзен десек Месопотамиядағы Тигр мен Ефрат дедік. Ал Үндістанда Ганга мен үнді өзенінің алқабында басталған өркениет. Яғни біздің заманымыздан бұрын картаға назар аударамыз. Бірінші мыңжылдықтың ортасының соңында Кошала, Магадха, Анга, Ватса секілді мемлекеттік құрылымдар пайда болды. Бұл ең алғашқы үнді мемлекеттері. Ары қарай жалғастырайық. Ал Үндістанда біз тарихтан не болды? Яғни тарихта қалғаны біз сословияны білеміз. Ал бұл сословие Үндістан тарихында каста деп аталды. Ал касталар суретке назар аударсақ, олардың жаратылғанына байланысты бөлінді. Яғни Құдай деп қарастырды, Будда, кейін қарастырамыз буддизм дінінің соған ұқсас. Яғни брахмандар деп бөлінді. Брахмандар бұл Құдайдың басынан жаратылған, яғни дін қызметкерлері деп қарастырады. Екінші Құдайдың кейінгі брахмандардан кейінгі екінші сатыда тұрған әскерилер жатқан кшатрилер деді. Ал үшінші саты қарапайым халық жатқан саудагер, қолөнер барлығы вайыштер қатарына жатты. Ал Құдайдың аяғынан жаратылған ең төменгі саты деген бұл чудралар болды. Қараңыздар. Ал бұл касталық жүйе мемлекетті былай бір қолда ұстап тұру үшін таптырмас құрал болды. Ал бұны саяси тұрғыда қолданған болатын. Ойлаңыздар, егер бір адам кшатриге жатса, ол жоғары брахман сатысына ешқашан өте алмайды. Мысалы, сіз кшатри болсаңыз, сіздің балаңыз да кшатри сатысында болады. Яғни өте алмайды. Касталық бөлім қоғамда біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықтың үшінші кезеңінде толық қалыптасқан болатын. Ары қарай жалғастырайық. Ал енді Үндістан бірікті үлкен мемлекет болған бұл Маурия немесе Маури империясының кезеңінде. Дамған кезеңі бұл династиялық кезеңді айтамыз. Яғни бір тұтас үнді мемлекеті құрылды. Қалыптасу кезеңі біздің заманымыздан бұрын 4-ші ғасырдың соңында. Картаға назар аударыңыздар. Үндістан аумағындағы. Ал құрылады Чандрагупта деген сарай қызметшісі болған. Сарай қызметшісі не істеді? Көтеріліс жасап, мемлекеттік билікті басып алды. Сөйтіп үлкен империяның негізін қалағады. Чандрагупта династиясынан кейін гүлденген кезеңі Чандрагуптаның немересі Ашок деген билік еткен кезі. Яғни Ашок кезінде көптеген өзгерістер болды. Қандай? Біріншіден буддизм діні үстем болады, мемлекеттік дін болды, буддизм өркендеді. Біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықтың соңында Үндістанда индуизм тарала бастаған болатын. Ары қарай жалғастырайық. Ежелгі Үндістан мәдениетін, ал үнділерден үнді өркениетін бізге не қалды? Ал талдайық. Біріншіден, ежелгі үнділіктердің тілі, қазіргі хинди болса, ең ежелгі тілі санскрит тілі деп атаймыз. Санскрит тілі ежелгі үнді еуропалық тілдер тобына жататындығы. Екіншіден, ондық позициялық жүйе, яғни математиканың жақсы дамғандығының көрінісі. Үшіншіден, қант өндірумен мата алуды меңгерген болатын. Төртіншіден, қазіргі шахмат қайда пайда болды? Ежелгі Үндістанда пайда болды. Келесі, әдеби шығармалары Рамаяна мен Махабхарата поэзиясы, поэмалары пайда болған болатын. Келесі, ең ежелгі дін буддизм қайда қалыптасты? Үндістанда қалыптасты әрине. Ары сонымен бүгінгі 5-ші сабағымыз аяқталды. Сапалы білім, саналы тәрбие үшін зерделі ақыл ой дамыту орталығымен бірге болыңыздар.